Қымбатты білім алушылар, параграф 22 функцияның кесіндідегі ең үлкен және ең кіші мәндері. Тәжірибеде, практикада функцияның берілген кесіндідегі ең үлкен және ең кіші мәндерін табу есептері жиі кездеседі. Функцияның ондай мәндерін туындының көмегімен табу жолы қарастырайық. Функцияның берілген кесіндідегі ең үлкен және ең кіші мәндерін табу алгоритмі. Бірінші, fx функциясының туындысын табу. Екінші, f'(x) тең 0 теңдеуін шешіп, сандық нүктелерін анықтау. Үшінші, осы кесіндіге тиісті сандық нүктелерді анықтау. Төртінші, кесіндінің шеткі нүктелеріндегі және осы аралыққа тиісті сандық нүктелердегі функцияның мәнін есептеу. Бесінші, функцияның табылған мәндерін салыстырып, ең үлкен және ең кіші мәндерін анықтау. Мысалы, бізге fx функциясы тең x куб азайтылған 3x квадрат функциясы берілсін. Және ол -2, 4 нүктелер аралығындағы кесіндідегі ең үлкен және ең кіші мәндерін табу керек. Шешуі. Функцияның берілген аралықтағы ең кіші және ең үлкен мәнін табу алгоритмін қолданамыз. Бірінші, берілген функцияның туындысын табамыз. x куб азайтылған 3x квадрат, осыдан туынды аламыз. x кубтың туындысы 3x квадрат, ал 3x квадраттың туындысы 6x. Екінші қадам. Осы туындыдан шыққан функцияны 0-ге теңестіреміз. 3x квадрат азайтылған 6x тең 0. Бұл жерден ортақ көбейткіш жақша сыртына 3x шығады, ішінде 1x қалады және 2 көбейткіш қалады. Тең 0. 3x-ті 0-ге теңестіреміз. Және x азайтылған 2-ні 0-ге теңестіреміз. x1, 0-ді 3-ге бөлсек 0. x2, 2-ні оң жаққа шығарсақ +2. Олай болса, табылған нүктелеріміз сандық нүктелер болып анықталады. Үшінші қадамымыз. Осы кесіндіге тиісті сандық нүктелерді анықтаймыз. Бізде 0 және 2 деген сандық нүктелер анықталды. Осы 0 нүктесін -2 мен 4 нүктелерінің аралығында жатама. Яғни тиісті ме? Иә, тиісті. Келесі. 2 -2 мен 4 нүктелерінің аралығында жатама. Иә, яғни тиісті. Біз бұл қадамда кесіндіге тиісті сандық нүктелерді анықтап алдық. Енді 4-ші қадамға келейік. Кесіндідегі шеткі нүктелеріндегі және осы аралыққа тиісті сандық нүктелеріндегі функцияның мәнін есептеу. Ең бірінші біз 0 санын апарып алғашқы функцияға орнына, x-тің орнына қояйық. 0-дің кубы азайтылған 3 көбейтілген 0-дің квадраты тең 0 болады. Келесі f2. 2-ның кубы азайтылған 3 көбейтілген 2 квадрат. 2-ның кубы 8,
азайтылған 2-нің квадраты 4, 4 3-ке көбейтсе 12. 8 азайту 12, минус 4. Келесі. F 4-ті қойып тексереміз. 4-тің кубы азайтылған 3 көбейтілген 4-тің квадраты. 4-тің кубы 64, азайтылған 4-тің квадраты 16, 16 3-ке көбейтсек 48. Екеуін азайтсақ, бізде 16 болады. Енді F минус 2. Минус 2-нің кубы азайтылған 3 көбейтілген минус 2-нің квадраты. Минус 2-нің кубы минус 8, азайтылған минус 2-нің квадраты 4, 4-ті 3-ке көбейтсек 12, минус 20. Бесінші. Функцияның табылған мәндерін салыстырып, ең үлкен және ең кіші мәндерін анықтау. Сонымен f 0-ден 0-ге тең болды. F 2-де минус 4-ге тең болды. F 4-де 16-ға, ал F минус 2-де минус 20-ға. Енді салыстырамыз. Функцияның ең кіші мәні, F минус 2 тең минус 20. Ең кіші мәні. F 4 тең 16, ең үлкен мәні. Жауабы 16 ең үлкен мәні, минус 20 ең кіші мәні. 22-де бірінші есеп. A F2x 2x азайтылған 3 минус 1 плюс 1 аралығындағы ең үлкен ең кіші мәндерін анықтау керек. Алгоритм бойынша бірінші қадам осы fx функциядан туынды аламыз. 2x-тің туындысы 2, 3-тің туындысы 0. Екінші қадам бойынша осы функцияны біз 0-ге теңестіруіміз керек. Біздің жағдайда 2 0-ге тең емес. Бұл жерде сандық нүктеміз анықталған жоқ. Сондықтан үшінші қадамда біз берілген кесіндідегі минус 1 мен плюс 1 ұштарындағы екі нүктені әкеліп, мына жерге қойып, x-тің орнына тексереміз. Минус 1, 2 көбейтілген минус 1, азайтылған 3. Минус 2, минус 3, минус 5 болады. Енді бірді әкеп тексерейік. 2 көбейтілген 1, азайтылған 3. 2 азайтылған 3 тең минус 1. Минус 5 ең кіші мәні.
ал минус 1 ең үлкен мәні. Жауабы минус 5, минус 1. Нөмірі 22-де 2. А. Fx тең 2x-тің квадраты азайтылған 8x минус 2, 1. Берілген кесіндегі ең үлкен және ең кіші мәні анықтау керек. Алгоритм бойынша бірінші берілген функциядан туынды аламыз. 4x азайтылған 8. Екінші қадам бойынша осы алынған функцияның туындысын нөлге теңестіреміз. Бізде 4x минус 8 функциясы шықты, нөлге теңестіреміз. 4x тең 8. X тең 8-ді 4-ке бөлсек 2. Енді x тең 2 біздің сындық нүктеміз. Бұл сындық нүкте берілген кесіндідегі минус 2 мен 1 аралығында жата ма, жоқ па, соны анықтаймыз. Яғни бұл жерде екі нүктесі бұл аралықта жатпайды, сондықтан бұл нүктені біз алмаймыз, яғни тексермейміз. Үшінші жағдайда біз тек қана минус 2 мен 1 ұштарындағы екі нүктені тексереміз. F минус 2 тең. Ең бірінші функцияға барып қоямыз. Минус 2-нің квадраты минус 8 көбейтілген минус 2. Минус 2-нің квадраты 4, 4-ті 2-ге көбейтсек 8. 8 минус 2-ге көбейтсек минус 16 плюс 16 тең 24. Енді 1-ді әкеп қойып тексерейік. 2 көбейтілген 1-дің квадраты азайтылған 8. Көбейтілген 1. 2 азайту 8 минус 6 болады. Яғни бұл жерде 24 ең үлкен, ал минус 6 ең кіші мәні. Жауабы минус 6, 24. Енді 22-де үшінші есепті шығарайық. Нөмірі 22-де 3. Әсін шығарып көрейік. Fx функциясы тең 2x бөлінген x қосылған 1 минус 2 мен 0 берілген кесінділердегі ең үлкен және ең кіші мәндерін анықтау керек. Алгоритм бойынша бірінші функциядан туынды аламыз. Бөлу ережесін туындысын қолданамыз. 2x-тен туынды аламыз. Көбейтеміз. Бөлшектің бөлімдегі өрнекке. Азайтамыз. 2x-тің өзін жазамыз. x плюс 1-ден туынды аламыз. Бөлшектің бөлімдегі x плюс 1-дің квадраты формула бойынша тең 2x-тің туындысы 2, x плюс 1 өзі жазылады. Азайтылған 2x жақшаның ішінде x-тің туындысы 1, ал
1-дің туындысы 0. Бөлшектің бөлімін өзгерісі жазамыз. X қосылған 1-дің квадраты тең, жақшаны ашамыз. 2x қосылған 2 азайтылған 2x. X қосу 1-дің квадраты. Алымда тұрған 2x пен минус 2x жойылып кетеді. 2 бөлінген x қосылған 1-дің квадраты. Енді біз берілген кесіндегі ең үлкен және ең кіші мәндерді табу үшін минус 2 мен 0-ді әкеліп тексереміз. Бұл жерде бізде екінші қадам бойынша бөлшектің бөлімде x-тің мәні x плюс 1-дің 0-ге тең болмау керек. Бұл жерде сандық нүктелер жоқ, сондықтан үшінші қадам бойынша біз f шеткі нүктелерді қойып анықтаймыз. Минус 2, 2 көбейтілген минус 2 бөлінген минус 2 қосылған 1, минус 4, минус 2 плюс 2. F 0-ді қойып зерттейміз. 2 көбейтілген 0, 0 қосылған 1. Бұл жерде 0 болады. Есептің жауабы бойынша бізде минус 2 плюс 1 мына жерде 1 болады. Мына жерімізде бізде 4 болады. Сонда ең кіші мән 0, ал 4 ең үлкен. Жауабы 0-де 4. Номері 22-де 7-ші есеп. А. Fx тең x куб азайтылған 2x квадрат қосылған 8x азайтылған 2 минус 4, 2 аралығында ең үлкен және ең кіші мәндерін табыңдар. Алгоритм бойынша бірінші қадамымыз берілген x функциядан туынды аламыз. X кубтың туындысы 3x квадрат азайтылған 2x-тің квадраты 4x, 8x-тің туындысы 8, 2-ның туындысы 0 жазбаймыз. Екінші қадам бойынша осы берілген анықталған функцияны 0-ге теңестіреміз. 3x квадрат азайтылған 4x қосылған 8 тең 0. Квадрат теңдеу шықты. Дискриминант табамыз. 4-тің квадраты 16 минус 4, а-ның орнында 3, с-ның орнында 8. 16 азайтылған 12, 12, 8, 96. Азайтсақ минус 90. 0-ден кіші сан шықты. Дискриминанттың мәні. Бұл жерде бізде сандық нүктелер анықталмайды. Сондықтан біз берілген минус 4 пен 2 кесінінің ең шеткі 2 нүктесін алып зерттейміз. Үшінші қадамымызда f минус 4 ең бірінші берілген функцияға апарып қоямыз. Минус 4-тің 3 дәрежесі азайтылған 2 көбейтілген минус 4-тің квадраты қосылған 8 көбейтілген минус 4 азайтылған 2.
Нәтижесінде бізде минус 4-тің кубы минус 64, минус 4-тің квадраты 16, 16-ны 2-ге көбейтсек 32, минус 32, минус 2 тең минус 130. Енді 2 санын қойайық. 2. 2-нің кубы азайтылған 2 көбейтілген 2-нің квадраты қосылған 8 көбейтілген 2 азайтылған 2. 2-нің кубы 8, 2-нің квадраты 4, 4 2-ге көбейтсек 8, 8 2 көбейтсек 16 азайтылған 2. 8 бен 8 азайтылып, жойылып, жоқ болып кетеді. 16-дан 2-ні азайтқанда 14 болады. Енді минус 130 дегеніміз ол ең кіші мән. Ал 14 дегеніміз ең үлкен мән. Жауабы минус 130 және 14. 22-де 12-ші есеп. А. 18 санын қандай екі қосылғышқа жіктегенде екі еселенген бірінші қосылғыш пен екінші қосылғыштың квадратының қосындысы ең кіші болады. Шешуі. Бірінші қосылғышты x деп алайық. Бірінші қосылғыш. Ал екінші қосылғышта 18 азайтылған x деп аламыз. Бұл екінші қосылғыш. Енді осы қосылғыштарының квадратының қосындысын ең кіші мәнін табу үшін біз s қосындысын x функциясы деп аламыз. Және 18 азайтылған x екінші қосылғыштың 2 еселенген бірінші қосылғыштың квадратының қосындысына тең. Осы өрнекті ақшамдайтын болсақ, жақшаны ашып 36 азайтылған 2x қосылған x квадрат. Осындай бізде функция пайда болды. Енді алгоритм бойынша бірінші қадамда біз осы s функциясынан туынды аламыз. 36-ның туындысы 0, 2x-тің туындысы минус 2, x квадраттың туындысы 2x. Енді осы жерден біз 2-ні жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Бір қосу x тең 0. Енді 2x мына жерде минус болады енді. Плюс шығу үшін. Сонда x тең 1. Енді интервалдар әдісінде осы 1
санын бейнелейтін болсақ, кескіндейтін болсақ, ол бірдің оң жағына 2, 2-ні әкеліп қоятын болсақ, бұл жақта плюс, мына жақта минус болады. Бізде x-тен 1 минимум нүкте болып саналады. Енді есептің шартына қарай 18 саны қандай екі қосылғышқа жіктелгенде деген сұраққа жауап беру үшін ол 17 мен 1 сандарының, яғни осы екеуінің жіктелгендегі екі еселенген бірінші қосылғыш пен екінші қосылғыштың квадраттарының қосындысынан кіші болады. Бұл 17 мен 1-нің қосындысы 18. Яғни бірінші қосылғышымыз бізде 1 болып тұр, ал екінші қосылғышымыз 17 болып тұр. Сонда 18-ден 1-ді азайтқан кезде бізде 17 екінші қосылғышымыз шығады. Қосылғыштың квадратының қосындысы ең кіші болады, яғни жауабы бұл жерде x-тен 1 ең кіші нүкте минимум болады. Енді 22-де 14-ші есептейік. Ауданы S ең үлкен болатындай етіп тіктөртбұрышты алаңды жалпы ұзындығы 80 метр дуалмен қоршау керек. Бізге тіктөртбұрыш берілген, ауданын А көбейту В дейік, және де 80 метр дуалмен қоршау керек, ол периметрі. Тіктөртбұрыштың периметрі 2 көбейтілген А қосу В. Алаңның өлшемдерін табыңдар. А және В табамыз, ұзындықтары белгісіз. Шешуі. Бізде тіктөртбұрыш бойынша оның екі өлшемі бар, А және В. Енді біздің жағдайымызда А тең X деп қарастырайық. П тең 80 метр. Орнына кеп қояйық. 80 тең 2 көбейтілген А қосу В. Енді осы жерден А қосу В-ны табайық. А қосу В тең 82-ге бөлсек 40 болады. В қабырғасын табатын болсақ, 40 азайту А болады. Енді біз алгоритм бойынша бірінші жазалайық. Аудан SX тең А көбейтілген В тең А дегеніміз бастапқыда X деп алдық, және 40 азайту бұны да X деп алайық. Сонда жақшаны ашатын болсақ, 40X азайтылған X квадрат шығады. Енді бұл ең үлкен мәні. Енді екінші. Туындысын алайық. Бізде осындай бір функция пайда болды. Енді осы екінші қадам бойынша осыдан туынды алатын болсақ, 40x-тің туындысы 40, x квадраттың туындысы 2x. Осыны енді 0-ге теңестіреміз. Үшінші қадамда. Тең 0. Минус 2x тең минус 40. X тең плюс 20 болады. Интервалдар әдісімен сан аралықта сызайық 20-ны. Бұл жақта мына жағы минус болады, плюс болады. Яғни максимум, минимум нүктелер. Бұл жерде 20
x тең 20 максимум нүктесі болып табылады. Енді a-ны бағана x деп алғанбыз, бізде x-іміз 20-ға тең болды. Енді v-ны анықтайтын болсақ, 40 азайту 20 тең 20. Сонда аудан ең үлкен болатындай етіп тік төртбұрышты алаңды жалпы ұзындығы 80 метр дуалмен қоршау керек болғанда, алаңның өлшемдері А 20 см және В 20 см болып шықты. Бұл деген сөз бізде шаршыны құрайды. Яғни сол шаршының ауданы ең үлкен болатындай етіп осындай өлшемдерге тең болды. Жауабы 20 см 20 см. Оқушылар, егер де видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.